2009 жылы 22 маусым күні Қазақ ССР Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы болып келген. Жыл өтпей жатып Нұрсұлтан Назарбаев 1990 жылдың ақпан айынан бастап Қазақ ССР жоғары кеңесінің төрағасы әрі Қазақ ССР Коммунистік партиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы қызметтерін қоса атқарды. Ол коммунистік және советтік билік номенклатурасының барлық сатысынан өткен болатын. 1990 жылы 24 сәуір күні Қазақ ССР жоғары кеңесі Қазақ ССР президенті қызметін тағайындау және Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң қабылдады. Сол күні жоғары кеңес жаңадан тағайындалған ең биік лауазымды қызметке 49 жастағы Нұрсұлтан Назарбаевты сайлады. 1991 жылы 1 желтоқсан күні Қазақстан тарихында алғаш рет бүкіл халықтық президент сайлауы өтті. Бұл сайлауға кандидат болып түскен жалғыз адам Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақ ССР президенті болып қайта сайланды. Ресми мәліметтер бойынша алғашқы бүкіл халықтық президент сайлауына дауыс беру құқығына ие республика азаматтарының 88,2% қатысқан. Олардың 98,7% Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа қолдау білдірген. Содан бері Назарбаев Қазақстанды үздіксіз басқарып келеді. Президент Назарбаевтың жарлығымен құрылған Қазақстан халықтарының ассамблеясы көтерген бастама бойынша 1995 жылы 29 сәуір күні Қазақстанда Нұрсұлтан Назарбаевтың президенттік өкілетін 2000 жылғы желтоқсанның 1-не дейін ұзарту туралы бүкілхалықтық референдум өтті. Ресми мәліметтерге сәйкес, сайлаушылардың 91,26% қатысқан дауыс беру нәтижесі бойынша олардың 95,46% Назарбаевтың өкілетін ұзартуды мақұлдаған. Бұдан соң Қазақстан президент сайлауын мерзімінен бұрын өткізу және референдум жасау дәстүрге айналды. Ширек ғасырдан астам уақытта Қазақстанда бүкіл халықтық президент сайлауы 5 рет 1991, 99, 2015, 2011 жылы және 2015 жылдары өткізілді. Оның үшеуі 99, 2011, 2015 жылдары белгіленген мерзімінен бұрын өтті. 2005 жылы 4 желтоқсан күні өткен президент сайлауында Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ресми мәлімет бойынша дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың 91%-ның қолдауына ие болып, 7 жыл мерзімге Қазақстан президенті болып тағы сайланды. Осыдан 29 жыл бұрын қазақстандықтардың алғаш рет билік иесі халық екенін дәлелдеп, оны қалыптастыруға, саясатын анықтауға қатысты ерікті құқықтарын жүзеге асырған күн. Бұл қоғамның жасампаздық пен ынтымақтық құндылықтары төңірегінде бірігіп, саяси, әлеуметтік, экономикалық жаңғырған күн. Жалпы, Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың мемлекетті қалыптастыру мен дамытудағы айрықша рөлін айтқанда, елбасының дүниежүзіне танылған әлеуметтік жауапты, экономикалық қуатты, демократиялық дамыған, беделді мемлекет құрудағы жасампаздық еңбегінің тарихи көрсеткіш екеніне назар аударған орынды. Елбасының әсіресе мемлекет ішінде, сондай-ақ аймақтық және ғаламдық ауқымда бейбітшілік пен келісімді сақтап, нығайтудағы еңбегі орасан зор.